Сәлем құрметті көрермен. Бүгін сіздерге жақсы адам қандай болу керек деген сұраққа жауап беретін, мағынасы терең, жүрекке жететін ертегі айтып берейін. Жайғасып тыңдаңыз, ерлік пен ізгілік туралы бұл әңгіме сізге де ой салар. Ертегі ұнаса арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Жақсылыққа жол ашқан жүрек атты ертегі. Ертеде бір елдің шетінде Жақсылық деген бала өмір сүріпті. Есімі Жақсылық болғанымен өмірі қиыншылыққа толы екен. Әкесі ерте қайтыс болып, шешесі жалғыз өсіріпті. Бірақ Жақсылық бала жасынан шыншыл, адал, сабырлы, көмекке дайын болып өсіпті. Ол ешқашан өтірік айтпаған, ешкімнің затын алмапты, әрі қиналған адам көрсем көмектесейін деп тұратын. Адамдар мазақ қылды, бірақ ол қайтпады. Бір күні ауыл балалары келіп, «Жақсылық, сен неге бәріне көмектесесің? Біреуге күл, біреуге су тасисың. Өзіңе не пайда?» деді. Жақсылық күлімсіреп, «Менің пайдам жүрегімнің тыныштығы» деді. «Менің қолымнан келгенше біреуге жәрдем беру менің бақытым». Балалар күліп кетті. Бірақ бір қария оны сырттай бақылап тұрды. Күндердің күнінде ауылға үлкен бір сынақ келді. Ауылға жауын жауып, су тасып, көп үйге залал тиді. Сонда ешкім көмектесе алмай тұрғанда, Жақсылық ең бірінші болып адамдардың үйін тазартып, балшықтан алып шықты. Бүкіл ауыл таң қалды. Бұрын күлген балалар енді көмек сұрай бастады. Жақсылық ешкімге ренжімей, бәріне көмектесті. Сол кезде баяғы бақылап жүрген қария келіп, «Ей, балам, сен бұл ауылдың ең байы боласың», деді. «Менде дүние жоқ, қалай бай болам?» деді Жақсылық. «Сенің жүрегің бай», деді қария. «Байлық деген ақша емес. Нағыз бай адал, сабырлы, кешірімді адам». Жылдар өтті. Жақсылық өсті. Ауыл үлкені мен кішісі оның кеңесін тыңдайтын болды. Ханға елші болып талай дауды шешті. Себебі ол адал жүрекпен шешім шығаратын. Оның жүрек тазалығы мен шыншылдығы елге бақыт пен тыныштық әкелді. Адамның ең үлкен байлығы жақсы мінез. Шыншыл адам әрқашан биік тұрады. Сабыр мен кешірім жүректі жеңілдетеді. Жақсы адам ешқашан ұтылмайды, ол көңіл ұтады. Өмірде бәрі өткінші, тек жасаған жақсылық қалады. Міне, достар, Жақсылық атты бала туралы тәрбиелік мәні терең ертегі осылай аяқталды. Егер сізде адал, сабырлы, шыншыл, көмекке дайын адам болғыңыз келсе, осы ертегіден ғибрат алыңыз. Арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сізбен келесі ертегіде жүздескенше аман болыңыз.